Күздің салқын кеші. Қала үстін майда жаңбыр басып, Темза өзенінің бойында мыңдаған шамдар шарқырап тұрды. 38 жастағы Роберт Уильямс кеңсесінен кеш шықты. Ол ірі құрылыс компаниясының жоба жетекшісі еді. Сырт көзге оның өмірі мінсіз көрінетін. Әдемі үй, жақсы қызмет, қымбат көлік. Бірақ үйіне келген сайын оны үнсіздік қарсы алатын. Есікті ашып кіргенде жалғыз өзі дастархан басына отырып тамақ ішетін. Осындай өмірден шаршадым, деді ол бір күні өз-өзіне. Сол кеште әріптесі Том: «Роберт, неге қайтадан өмір бастамайсың? Қазір халықаралық танысу сайттары көп қой». «Білмеймін». «Көріп көр, әлемнің түкпір-түкпірінен адамдармен танысасың». Сол түні Роберт алғаш рет халықаралық танысу сайтына тіркелді. Ал дәл сол уақытта Қазақстанның Алматы қаласында 28 жастағы Айсұлу Қасымова мектепте ағылшын тілінен сабақ беріп жүрген. Оқушылар оны ерекше жақсы көретін. «Апай, сіз Англияға барып көрдіңіз бе?» деп сұрады бір күні шәкірті. Айсұлу күліп: «Жоқ, бірақ бір күні міндетті түрде барамын». Кешке жұмыстан кейін анасы телефон шалды. «Қызым, көршінің баласы сен сұрап жүр екен». «Анашым, тағдырымды асықтырмайықшы. Жасында келіп қалды ғой. Бәрі Алланың қалауымен болады». Бірнеше күннен кейін құрбысы Дина: «Айсұлу, сен ағылшын тілін жақсы білесің ғой. Халықаралық танысу сайтына кіріп көрмейсің бе?» «Жоқ, ондайға сенбеймін». «Бәрі бірдей жаман емес қой». Көп ойланғаннан кейін Айсұлу да аккаунт ашты. Бірнеше апта өтті. Жүздеген хабарламаның арасынан бір ғана адам ерекше көзге түсті. Роберт Уильямс, Лондон. Хабарламасы өте қысқа еді. «Сәлеметсіз бе? Парақшаңыздағы күлімсіреген жүзіңіз көңілімді аударды. Егер қарсы болмасаңыз, танысқым келеді». Айсұлу жауап беруге асықпады. 2 күннен кейін ғана: «Сәлеметсіз бе? Танысуға болады», деп жазды. Күн сайын екеуі ұзақ сөйлесе бастады. Алғашында ауа райы, кітаптар, фильмдер жайлы, кейін отбасы туралы. «Сен үшін отбасы деген не?» деп сұрады Роберт. «Отбасы — сенім. Ал байлық?» «Байлық адамды бақытты етпейді». Роберт үнсіз қалды. Мұндай жауапты бұрын ешкімнен естімеген. Бір күні бейне қоңырау соқты. Экранда қазақ орамал таққан әжесімен бірге шай ішіп отырған Айсұлу көрінді. «Бұл кім?» «Әжем». «Сен күнде бірге шай ішесіңдер ме?» «Иә, бізде үлкенге құрмет көрсету тәрбие». Роберт таңырқап қалды. «Бізде ондай дәстүр аз». Арада 3 ай өтті. Роберт: «Айсұлу, кездескім келеді. Қазақстанға келесің бе?» «Алғашқы кездесуді бейтарап елде өткізсек қалай?» «Қай елде?» «Түркия». Айсәуле біраз ойланып: «Жарайды, бірақ мен жалғыз келмеймін. Құрбым Дина да бірге барады». Роберт күліп жіберді. «Дұрыс шешім». 2 аптадан кейін Ыстамбұл әуежайы. Роберт келгендердің арасынан қазақтың ұлттық өрнегі бар ақ көйлек киген Айсұлуды бірден таныды. Ал Айсұлу оның суреттегіден де сабырлы екенін байқады. «Сәлеметсіз бе, Роберт?» «Сәлем, Айсұлу». Екеуі алғаш рет қол алысты. Қысқа ғана үнсіздік орнады. «Қорқып тұрсың ба?» деп жымиды Роберт. «Аздап». «Мен де». Екеуі күліп жіберді. Сол сәтте екеуінің арасындағы алғашқы қобалжу сейілгендей болды. Келесі 3 күнде олар Ыстамбұлдың көрікті жерлерін аралады. Көк мешітке барды. Босфор бұғазында кеме серуеніне шықты. Кішкентай кофеханада ұзақ әңгімелесті. Роберт бір нәрсені байқады. Айсұлу қымбат сыйлық сұрамайды, қымбат мейрамхана таңдамады. Оған қарапайым әңгімемен бірге өткізген уақыт қымбат еді. Сапардың соңғы кешінде олар теңіз жағасында отырды. Күн баяу ғана көкжиекке батып бара жатты. «Айсұлу, иә, мен сенімен сөйлескен сайын өмірімнің өзгеріп жатқанын сеземін». Айсұлу үнсіз жымиды. «Мен де. Бұл біздің соңғы кездесу емес деп үміттенемін. Егер тағдыр жазса, тағы кездесеміз». Роберт алғаш рет оның қолынан жай ғана ұстады. Айсұлу қолын тартқан жоқ. Екеуі үнсіз кеңізге қарап отырды. Ешқайсысы бұл кездесудің олардың өмірін мәңгілікке өзгертетінін әлі білмейтін. Ыстамбұлдан қоштасқаннан кейін Роберт пен Айсұлу күн сайын хабарласып тұрды. Таңертең Роберт жұмысқа бара жатып, «Қайырлы таң, Айсұлу» дейтін. Ал Қазақстанда ол кезде кеш болатын. «Қайырлы кеш, Роберт, күнің қалай өтті?» Екеуі уақыт айырмашылығына қарамастан бір-біріне уақыт табатын. Кейде 2-3 сағат сөйлесетін. Роберт қазақ тіліндегі сөздерді үйрене бастады. «Рахмет, дұрыс айттым ба?» Айсұлу күліп жіберді. «Иә, бірақ аздап акцентпен айтып тұрсың. Бір күні қазақша еркін сөйлеймін. Онда мен саған күнде бір сөз үйретемін». Арада 4 ай өтті. Бір күні Роберт бейне қоңырау кезінде байыппен сөйледі. «Айсұлу, мен маңызды шешім қабылдадым». «Қандай?» «Мен Қазақстанда келгім келеді».
Айсұлу таңырқап қалды. Шынымен бе? Иә, егер біз болашағымызды бірге елестетсек, мен сенің отбасыңмен танысуым керек. Айсұлудың жүзіне қуаныш ұялады. Анам қатты қуанады. Бір аптадан кейін Роберт Алматы әуежайына қонды. Қолында шағын чемодан, жүрегінде толқу. Шыға берісте Айсұлу күлімдеп күтіп тұр екен. Қазақстанға қош келдің. Рахмет. Бұл жолы олардың амандасуы бұрынғыдан да жылы болды. Келесі күні Роберт Айсұлудың ата-анасының үйіне барды. Үйдің ауласына кіргенде қазақы дастарханның иісі аңқып тұрды. Айсұлудың әкесі Нұрлан есік алдында күтіп алды. Қош келдіңіз, Роберт. Роберт алдын ала жаттаған сөзін айтты. Сәлеметсіз бе? Нұрлан күліп жіберді. Өте жақсы айтып тұрсың. Үйге кіргенде анасы Гүлмира шай құйып отыр екен. Қош келдің, балам. Роберт қазақша жауап беруге тырысты. Рахмет. Үйдегілердің бәрі күлімсіреп қалды. Дастарханға бауырсақ, қазы, қуырдақ, ет қойылды. Роберт мұндай мол дастарханды бұрын көрмеген. Бізде қонаққа осынша тағам дайындамайды, деді ол. Нұрлан жымиып, қазақ үшін қонақ, құдайдың қонағы. Өте әдемі дәстүр екен. Түстен кейін Нұрлан Робертті аулаға шақырды. Бір шыны шай ішіп отырып сөйлесейік. Жарайды. Екеуі ұзақ әңгімелесті. Қызынды жақсы көресің бе? Роберт еш ойланбастан, иә, неге? Себебі ол ешкімге ұқсамайды. Ол мейірімді, сабырлы және шынайы. Нұрлан үнсіз басын изеді. Байлығым бар шығар, бірақ мен үшін ең маңыздысы қызының бақыты. Мен оған ешқашан жамандық жасамаймын. Бұл сөзді айтқанда Роберт шынымен солай ойлаған еді. Кешке Айсұлу мен Роберт тауға шықты. Алматының түнгі шамдары төменде жарқырап тұрды. Сен Лондонды сағынасың ба? Деп сұрады Айсұлу. Қазір емес. Неге? Өйткені қазір мен өзімді үйдегідей сезініп тұрмын. Айсұлу үнсіз жымиып қалды. Келесі күні Роберт қазақтың дәстүрі бойынша Айсұлудың ата-анасынан батасын сұрады. Нұрлан мен Гүлмира бір-біріне қарап күлімсіреді. Егер екеуіңнің ниеттерің таза болса, біз қарсы емеспіз. Айсұлудың көзіне жас келді. Әке, анашым? Нұрлан қызының маңдайынан сүйді. Бақытты болың бір. Роберт Лондонда қайтар алдында шағын қорап тауып шықты. Айсұлу, иә, мен бұл сапарға тек қонақ болып келген жоқпын. Ол қорапты ашты. Ішінде қарапайым, бірақ өте әдемі сақина тұр еді. Маған тұрмысқа шығасың ба? Айсұлу бірнеше секунд үнсіз қалды. Көзінен қуаныш жас ақты. Иә, шығамын. Роберт сақинаны оның саусағына тақты. Екеуі алғаш рет бір-бірін құшақтады. Олар алдарында ұзақ әрі бақытты өмір күтіп тұрғанына сенді. Бірақ тағдыр адамға барлық сынақты бірден көрсетпейді. Кейде ең үлкен дауыл ең шуақты күннен кейін басталады. Алматы әуежайында қоштасу оңай болған жоқ. Роберт Лондонға қайтатын уақыт жеткенде Айсұлу үнсіз ғана оның қолын ұстап тұрды. 2 айдан кейін қайта келемін, деді Роберт. Уәде бересің бе? Уәде беремін. Ұмытып кетпейсің бе? Роберт күлімсіреп оның маңдайынан ақырын сүйді. Сен ұмыту мүмкін емес. 2 ай өте жетіде шықты. Роберт бұл жолы Қазақстанға жалғыз келген жоқ. Қасында анасы Маргарет пен қарындасы Софи болды. Маргарет алғаш рет қазақтың кең дастарханын, үлкендердің батасын, қонақ жайлығын көріп таңғалды. Роберт, сен маған мұндай халық бар екенін айтпағансың ғой. Айтсам сенбес едің. Гүлмира апай күлімдеп, құдалар алыстан келді. Бүгін бәріміз бір дастарханда отырмыз. Маргарет қазақша бір ғана сөзді жаттап келген екен. Рахмет. Үй ішін күлкі кернеді. Бір аптадан кейін екі отбасы шағын, бірақ өте жылы үйлену тойын өткізді. Қазақтың дәстүрімен бет ашар жасалды. Айсұлу ақ көйлекпен отырғанда анасы көз жасын тыя алмады. Қызым, барған жерінде бағын ашылсын. Әкесі Нұрлан батасын берді. Бір-біріңді құрметтеңдер. Қандай қиындық болса да сөйлесіп шешіндер. Роберт аудармашы арқылы батаны тыңдап отырып, мен осы сөздерді өмір бойы ұмытпаймын деді. Тойдан кейін Айсұлу алғаш рет Англияға көшті. Ұшақ Лондонға қонғанда жаңбыр себелеп тұр екен. Міне, біздің қала осылай қарсы алады деп күліп қойды Роберт. Маған ұнайды. Шынымен бе? Иә, бастысы сен қасымдасың. Роберттің үйі Лондонның тыныш ауданында орналасқан еді. 2 қабатты шағын бағы бар үй. Айсұлу үйдің әр бөлмесін қызықтап жүрді. Бәрі қандай әдемі. Енді бұл сенің де үйің. Мен сенің өміріңе бөтен адам болып келмедім бе? Роберт оның қолын ұстап, жоқ, сен менің өмірімнің бір бөлшегіне айналдың. Алғашқы айларда Айсұлуға оңай болған жоқ. Көршілердің бәрі ағылшын, дүкендегі сатушылардың сөйлеу мәнері басқа. Кейбір сөздерді түсінбей қалатын. Бір күні автобусқа мініп бара жатып, аялдамадан асып кетіп қалды. Үйге келген соң күліп отырып бәрін Робертке айтып берді. Мен адасып кеттім. Қорықтың ба? Аздап. Енді бірге жүріп үйренеміз. Бір күні Айсұлу қазақша бауырсақ пісірді. Иісі бүкіл үйге тарады. Роберт жұмыстан келіп,
Бұл қандай иіс? Қазақтың бауырсағы. Дәмін көрсем бола ма? Әрине. Біреуін жеп көрген Роберт көздері жайнап кетті. Керемет екен. Сол күннен бастап әр демалыс сайын Айсұлу қазақтың ұлттық тағамдарын дайындайтын болды. Арада бір жыл өтті. Бір кеште Роберт үйге қолына кішкентай қорап ұстап келді. Бұл саған. Не екен? Қораптың ішінде үйдің кілті жатыр. Бұл біздің жаңа үйіміздің кілті. Жаңа үй? Иә, балаларымыз болатын күнге дайындалдым. Айсұлуның жүзі бал-бұл жанды. Сен балаларды қалайсың ба? Әрине, мен де. Тағы бір жылдан кейін олардың тұңғыш ұлы дүниеге келді. Атын қалай қоямыз? Деді дәрігер. Роберт Айсұлуға қарады. Сен таңда. Қазақшада, ағылшыншада айтуға оңай есім болсын. Қандай? Данияр. Роберт күлімсіреді. Инглиште Даниэль деп атаймыз. Жарайды. Осылайша құжатқа Даниэль Уильямс деп жазылды, ал үйде бәрі оны Данияр деп атайтын. 3 жылдан кейін олардың қыздары дүниеге келді. Оның аты қандай болады? Деді Роберт. Амина. Өте әдемі есім. Құжатқа Амина Уильямс деп жазылды. Үйдің іші балалардың күлкісіне толды. Жексенбі сайын Роберт балаларын саябаққа апаратын, ал кешке 4-еуі бірге қазақша мультфильм көретін. Айсұлу балаларына қазақ тілін үйретті. Анашым, рахмет деген не? Thank you деген сөз. Рахмет. Роберт күліп, менің балаларым менен жақсы қазақша сөйлейтін болды ғой. Бір кеште 4-еуі бақшада шай ішіп отырды. Күннің қызғылт сәулесі үйдің терезесіне түсіп тұрды. Роберт Айсұлуға қарап, осы бақыт мәңгі жалғасатын сияқты. Иә, біз ешқашан өзгермейміз, солай ма? Айсұлу оның қолын қысып, егер бір-бірімізді тыңдауды тоқтатпасақ, ештеңе өзгермейді. Екеуі күлімсіреді. Бірақ өмір кейде адамды өзі күтпеген сынақпен қарсы алады. Сол сәтте ешқайсысы арада 12 жыл өткенде осы үйдің ішінде үнсіздік орнап, олардың жүректерінің арасы алшақтай бастайтынын әлі білмейтін. Лондон бұрынғыдай қарбалас, бірақ Роберт пен Айсұлудың үйіндегі тыныштық бұрынғы жылылық емес, салқын үнсіздікке айналған еді. Ұлдары Данияр 13 жаста, футболды жақсы көреді. Қыздары Амина 9 жаста, анасы сияқты кітап оқуды ұнататын. Сырт көзге бұл отбасы үлгілі көрінетін, бірақ әр шаңырақтың өзіне ғана белгілі құпиясы болады. Бір күні таңертең Айсұлу ерте тұрып, балаларға таңғы ас дайындап жатты. Данияр, кешікпе балам. Қазір мама. Амина, сөмкеңді алдың ба? Иә. Роберт төменге түсті. Қайырлы таң? Қайырлы таң, деді Айсұлу күлімсіреп. Ол күйеуіне кофе ұсынып еді. Роберт үнсіз ғана алып, телефонына үңіле берді. Бұрын олар бірге отырып әңгімелесетін, қазір әр таң осылай өтетін. Балалар мектепке кеткен соң Айсұлу, Роберт, иә, соңғы кезде жұмысың көбейіп кетті ме? Иә, күнде кеш келесің. Компанияда жаңа жоба басталды. Демалыс күндерде жұмыс істейсің. Роберт қабағын түйді. Айсұлу, мен шаршап тұрмын. Мен жай ғана сұрадым. Әр нәрседен мәселе іздей берме. Осы сөзден кейін үйді үнсіздік басты. Кешке Роберт тағы да түнгі 11-ге жақын келді. Балалар ұйықтап қалған. Айсұлу қонақ бөлмеде кітап оқып отыр екен. Тамақ ішесің бе? Жоқ, күтіп отырдым. Күтудің қажеті жоқ еді. Айсұлу үнсіз қалды. Бұл Роберт емес сияқты еді. Келесі аптада Айсұлу күйеуінің туған күніне тосын ұйымдастырмақ болды. Балалармен бірге оның сүйікті тағамдарын әзірледі. Үйді безендірді. Кешкі сағат 7, 8, 9. Роберт келген жоқ. Телефон соқты. Кешір, бүгін келе алмаймын. Біз күтіп отырмыз. Маңызды кездесу. Балалар да, кейін сөйлесеміз. Телефон үзіліп қалды. Данияр үнсіз ғана үстелге қарады. Мама, иә, әкем бізді бұрынғыдай жақсы көрмей ме? Айсұлудың жүрегі шым ете қалды. Ондай сөз айтпа балам. Бірақ өзі де сол сұрақтың жауабын іздеп жүрген еді. Ал дәл сол сәтте Роберт кеңседе болған жоқ. Ол қаланың орталығындағы мейрамханада белгісіз әйелмен кешкі ас ішіп отырған. Әйелдің есімі Сара. Сен отбасың туралы көп айтпайсың, деді Сара. Айтарлықтай ештеңе жоқ. Әйелің ше? Роберт бір сәт ойланып қалды. Біз баяғыда емеспіз. Сонда ажырасасың ба? Білмеймін. Бұл сөзді айтқанмен оның ойында түрлі күмән жүрді. Келесі күндері Роберт халықаралық танысу сайтына қайта кіре бастады. Бұрынғы аккаунтын ашып, жаңа адамдардың парақшаларын қарайтын. Бір кеште оған белгісіз әйелден хабарлама келді. Сәлем, парақшаңызды көріп қалдым. Роберт жауап бермеді, бірақ хабарламаны өшірген де жоқ. Айсұлу болса күйеуінің өзгергенін күн сайын анық сезетін. Бұрын жұмыстан келгенде, күнің қалай өтті, деп сұрайтын. Қазір ондай сұрақ жоқ.
Бұрын демалыс сайын балаларды саябаққа апаратын. Қазір менің жұмысым көп. Бұрын Айсұлудың көзіне қарап сөйлейтін. Қазір көбіне телефонына қарайтын. Бір күні кешке Айсұлу үйді жинап жүріп, диванның астынан Роберттің екінші телефонын тауып алды. Бұл қандай телефон? Ол ешқашан бұл телефонды көрмеген. Экран кодтаулы еді. Айсұлу оны ашпады. Телефонды қайта орнына қойды. Жоқ, мен алдымен Робертпен сөйлесуім керек. Сол түні Роберт үйге келгенде Айсұлу сабырмен: саған бір сұрақ қояйыншы? Қандай? Біздің арамызда бәрі дұрыс па? Роберт ұзақ үнсіз отырды. Сосын терең күрсінді. Кейде адамдар өзгереді, Айсұлу. Бұл нені білдіреді? Өзім де білмеймін. Бұл сөз Айсұлудың жүрегіне ауыр тиді. Ол көз жасын көрсетпеуге тырысты. Ал терезенің ар жағында жаңбыр баяу жауып тұрды. Бір кездері махаббатқа толы болған шаңыраққа енді белгісіз мұң кірген еді. Үйдің іші бұрынғыдай емес еді. Бір шаңырақтың астында тұрғанымен Роберт пен Айсұлу екі бөлек әлемде өмір сүріп жатқандай болатын. Таңертең бір-біріне тек қысқа ғана амандасады. Кешке әркім өз ойымен әлек. Балалар дана бұрынғы жылылықты сақтап қалуға тырысатын. Бір күні кешкі ас үстінде Әмина әкесіне қуана жүгіріп келді. Әке, келесі аптада мектебімізде концерт болады. Мен ән айтамын. Келесіз бе? Роберт телефоннан басын көтерді. Қай күні? Жұма күні. Егер жұмысым болмаса, барамын. Қыздың жүзі сол сәтте мұңайып кетті. Былтыр да солай дегенсіз. Үстел басын үнсіздік басты. Айсұлу қызын құшақтап: әкең тырысады қызым, бірақ оның өзі де бұл сөзге сенбейтін. Сол түні Роберт ұзақ уақыт ұйықтай алмады. Терезеден жаңбыр тамшыларын қарап отырып, өткен өмірін есіне алды. Стамбулдағы алғашқы кездесу, Қазақстандағы үйлену тойы, Даниярдың дүниеге келген күні, Әминаның алғашқы қадамы. Қай жерде бәрі өзгеріп кетті, деп ойлады ол, бірақ бұл сұраққа өзі де жауап таба алмады. Келесі күні жұмыста әріптесі Майкл: Роберт, соңғы кезде көңіл-күйің жоқ сияқты. Шаршадым. Жұмыстан ба? Жоқ, өмірден. Демалыс алып көрмейсің бе? Роберт үнсіз қалды. Майкл әзілдеп: әйеліңмен теңіз жағасына барып қайт, кейде адамдарға жаңа орта керек. Осы сөз Роберттің ойында қалып қойды. Сол күні кешке Сарамен сөйлескенде де ол осы туралы айтты. Біраз уақытқа басқа елге барып демалсақ деп ойлап жүрмін. Отбасыңмен бе? Иә. Мүмкін сол демалыс бәрін орнына келтірер. Роберт жауап бермеді. Өйткені оның жүрегінде екі түрлі сезім арпалысып жатқан еді. Бірі отбасын сақтап қалғысы келетін бұрынғы Роберт. Екіншісі бәрінен қашқысы келетін бүгінгі Роберт. Үйге келген соң ол Айсұлуға: демалысқа барып қайтсақ қалай? Айсұлу таңырқап қалды. Шынымен айтып тұрсың ба? Иә. Соңғы рет қашан бірге демалғанымыз есіңде ме? Ұзақ болып кетті. Айсұлудың жүзіне алғаш рет үміт ұялады. Балалармен барамыз ба? Жоқ, бұл жолы екеуміз ғана. Балалар ренжімей ме? Әжемнің үйінде болады, бір апта ғана. Сол кеште Айсұлу ас үйде шай дайындап жүріп күлімсіреп қойды. Мүмкін бәрі қайтадан жақсы болатын шығар. Ол чемодан шығарып киімдерін реттей бастады. Тіпті көптен бері кимеген көк көйлегін де салып қойды. Өйткені бұл сапарда ол жаңа бастаманың белгісі деп қабылдады. Ал Роберт жұмыс бөлмесіне кіріп, үстелінің жәшігін ашты. Ішінен ескі фотоальбом шықты. Бірінші бетінде Стамбулда түскен сурет, екінші бетінде қазақы тойдағы сурет, үшінші бетінде жаңа туған Даниярды құшағына ұстап тұрған сәт. Роберт ұзақ қарап отырды. Көзінен байқалмай бір тамшы жас сырғып түсті. Біз қай жерде бір-бірімізден алыстап кеттік. Ол альбомды жауып қойды, бірақ жүрегіндегі ауыр сезім кетпеді. Ертеңіне таңертең балалар демалысқа дайындалып жатқан ата-анасына қарап қуанды. Мама, сендер міндетті түрде көп суретке түсіңдер, деді Әмина. Иә, деді Данияр. Бұрынғыдай күліп жүріңдерші. Бұл сөз екеуіне де ауыр тиді. Айсұлу балаларын құшақтап: біз жақсы болып қайтамыз. Роберт те күлімсіреуге тырысты, бірақ оның жүзіндегі күлкі жүрегіне жетпеді. Сол күні кешке белгісіз біреу Робертке қысқа ғана хабарлама жіберді. Шешім қабылдадың ба? Роберт экранға ұзақ қарап отырды. Саусағы жауап жазуға жақындап барып, қайта тоқтады. Ол телефонды сөндіріп, терең күрсінді. Ал Айсұлу болса, бұл демалыс олардың махаббатын қайта оятады деп шын жүрегімен сеніп жүрген еді. Бір аптадан кейін Роберт пен Айсұлу Вьетнамға ұшып келді. Ұшақ қонған сәтте терезеден көрінген көгілдір теңіз бен жасыл пальмалар Айсұлудың көңілін көтеріп жіберді. Қандай әдемі жер, деді ол күлімсіреп. Роберт те жымиды. Саған ұнайды деп ойладым. Бірақ оның күлкісінің ар жағында біртүрлі мұң бар еді. Қонақүй теңіз жағасында орналасқан екен. Балконнан қарағанда толқындар ақырын ғана жағаға соғылып жатты.
Роберт, қарашы, күннің батқанын бірге көрейікші. Әрине. Екеуі кешке жағалаумен ұзақ жүрді. Айсұлу қолын Роберттің қолына созды. Роберт аз ғана кідіріп барып, оның қолынан ұстады. Бұл пимылды Айсұлу бұрынғы махаббаттың қайта оралғандай қабылдады. Мен сені сағыныппын, деді ол жай ғана. Роберт жауап бермеді, тек теңізге қарап үнсіз тұрды. Келесі күні олар шағын балықшылар ауылына экскурсияға шықты. Жергілікті тұрғындар күлімдеп қарсы алып, ұлттық тағамдарын ұсынды. Айсұлу балаларға арналған кішкентай қолдан жасалған 2 ойыншықты сатып алды. Даниярға мына ұнайды, ал Аминаға мына қуыршақ. Олар қуанып қалады. Роберт әйеліне қарап отырып, өткен күндерді есіне алды. Бір кезде дәл осындай қамқорлығы үшін Айсұлуға ғашық болған еді. Кешкі ас кезінде қонақ үйде тірі музыка ойнап тұрды. Бірнеше жұп билеп жүрді. Роберт, иә? Есінде ме, үйленгеннен кейін алғаш билегеніміз? Есінде. Бүгін тағы билейікші? Роберт бір сәт ойланып қалды, сосын орнынан тұрып, қолын созды. Жүр. Екеуі баяу әуенмен билей бастады. Айсұлу өзін 12 жыл бұрынғыдай сезінді. Ол басын Роберттің иығына қойды. Осындай сәттерді қатты сағындым. Роберт үнсіз ғана көзін жұмды. Түнде Айсұлу ұйықтап қалған соң, Роберт балконға шықты. Теңіз жақтан жылы самал есіп тұрды. Ол қалтасынан телефонын алып, ұзақ қарап отырды. Бірнеше жіберілмеген хабарлама экранда тұр екен. Роберт ешқайсысына жауап жазбады. Ол телефонды өшіріп, орындыққа отырды. Мен не істеп жүрмін? Өзіне қойған бұл сұраққа тағы да жауап таба алмады. Ертеңіне олар шағын аралдарға қайықпен серуендеуге жазылды. Қонақ үй қызметкері күлімдеп, бүгін ауа райы өте жақсы, сіздерге ұнайды? Айсұлу қуанып кетті. Мен алғаш рет осындай жерді көремін. Онда міндетті түрде көп суретке түсеміз, деді Роберт, бірақ оның дауысы сенімсіз шықты. Қайыққа мінер алдында Айсұлу кенет, Роберт, саған бір нәрсе айтқым келеді. Айта бер. Соңғы айларда сен қатты өзгердің, бірақ осы сапардан кейін бәрін қайта бастаймыз деп сенемін. Роберт ұзақ үнсіз тұрды. Айсұлу, иә? Кейде өмір біз ойлағандай болмайды. Бірақ сөйлесек, бәрін түзетуге болады ғой. Мүмкін. Айсұлу оның көзіне қарады. Бұрынғы жылы жанардың орнында ауыр ой тұрғанын байқады. Жүрегін белгісіз алаң биледі. Серуен кезінде қайық капитаны жолаушыларға жақын маңдағы аралдар туралы әңгімелеп берді. Айсұлу табиғатқа сүйсініп, суретке түсіп жүрді. Бір сәтте ол артына бұрылып, Робертке қарады. Күйеуі бұрынғыдай қуанып тұрған жоқ еді. Ол ойға шомып, көкжиекке қадала қарап қалған. Роберт, иә, бәрі дұрыс па? Иә, кек аздап шаршадым. Айсұлу басын изегенімен, оның жүрегіндегі күдік күшейе түсті. Бұл демалыста бір нәрсе дұрыс емес сияқты еді. Ал теңіз болса, ештеңе болмағандай баяу толқып жатты. Екеуі әлі алда өз өмірлерін түбегейлі өзгертетін шындықпен бет-бе-бет келетінін білмейтін. Таңертең Вьетнамның аспаны ашық болды. Қонақ үйдің терезесінен теңізге қарап тұрған Айсұлу терең тыныс алды. Қандай керемет жер. Бірақ оның көңіліндегі мазасыздық кетпеген еді. Кеше қайықтағы серуен кезінде Роберттің біртүрлі үнсіздігі жүрегіне күдік ұялатқан. Бүгін қайда барамыз? Деп сұрады Айсұлу таңғы ас үстінде. Әлі шешкен жоқпын. Кеше сенің көңіл күйің болмады. Жай ғана шаршадым. Соңғы кезде осы сөзді көп айтатын болдың. Роберт жауап бермеді. Түске қарай Айсұлу қонақ үйдің бағында кітап оқып отырғанда, қарт ағылшын әйел жанына келіп жайғасты. Сіз Англиядансыз ба? Деп сұрады әйел. Иә, бірақ мен Қазақстаннанмын, жолдасым ағылшын. Демалысқа келдіңіздер ме? Иә, қарт әйел күлімсіреп. Менің күйеуіммен бірге жүргеніме 40 жыл болды. Бір нәрсені түсіндім. Адамдардың үнсіздігі кейде сөзінен де қатты айқайлайды. Бұл сөз Айсұлудың жүрегіне тиді. Сол уақытта Роберт қонақ үйдің басқа бөлігінде жалғыз отырған. Ол телефонын қолына алып ұзақ қарап отырды. Экранда бірнеше хабарлама күтіп тұр еді, бірақ ол ешқайсысын ашпады. Телефонды қайтадан қалтасына салып, мен не істеп жүрмін? Деп күбірледі. Ол соңғы айларда өзінен өзі алыстап кеткендей сезінді. Кешке Айсұлу, жағалаумен жүріп қайтайықшы? Жарайды. Екеуі үнсіз жүрді. Толқындар баяу жағаға соғылып жатты. Бір кезде Айсұлу тоқтап қалды. Роберт, мен сенен бір нәрсе сұраймын. Тыңдап тұрмын. Егер мен бір қателік жасасам, маған айтар ма едің? Әрине. Онда сен де менен ештеңені жасырма. Роберт оның жүзіне ұзақ қарады. Кейбір шындықты айту өте қиын болады. Бірақ өтірікпен өмір сүру одан да қиын. Бұл сөзден кейін Роберт көзін төмен түсірді. Түнде Айсұлу оянып кетті. Балкон бос екен. Ол сыртқа шықты. Роберт теңізге қарап үнсіз тұр екен. Ұйықтамадың ба? Ұйқым келмеді. Маған да. Екеуі қатар тұрды. Біраз уақыт ешқайсысы сөйлемеді. Роберт, деді Айсұлу ақырын ғана.
біз бұрын бір-бірімізге бәрін айтатын едік. Иә, мен сені жоғалтқым келмейді. Роберттің жанары мұңға толды. Мен де ешкімге зиян келгенін қаламаймын. Айсұлу оның бұл сөзінің мәнін түсінбей қалды. Келесі күні олар қонақ үйдің психолог ұйымдастырған ерлі зайыптыларға арналған шағын кездесуіне қатысуға шақырылды. Қаласаңыздар тегін кеңес беріледі, деді қызметкер. Айсұлу Робертке қарады. Кіріп көрейікші? Роберт алғашында бас тартқысы келді, бірақ біраз үнсіздіктен кейін жарайды, көрейік. Ол бұл кездесудің өз өмірін күтпеген бағытқа бұратынын әлі білмейтін еді. Таңертең қонақ үйдің қабылдау бөлімінде ерлі зайыптыларға арналған психологиялық кездесу өтті. Жүргізуші ортаға шығып, кейде адамдар бір-бірінен алыстап кетеді, бірақ арадағы үнсіздіктің себебін ашық айтпайынша ешқандай қарым-қатынас ұзаққа бармайды, деді. Роберт пен Айсұлу қатар отырса да бір-біріне қарамады. Кездесу аяқталған соң психолог Робертті оңаша шақырды. Сізді бір нәрсе қатты мазалап жүрген сияқты. Роберт үнсіз қалды. Әйеліңізді жақсы көресіз бе? Бұл сұраққа жауап беру оған бұрын-соңды мұншалық қиын болмаған еді. Білмеймін. Әлде өзіңізді жоғалтып алдыңыз ба? Роберт терең күрсінді. Соңғы 2 жылда мен бәрінен алыстап кеттім. Жұмыстан да, балаларынан да, тіпті өзінен де. Онда ең алдымен шындықты айту керек. Сол уақытта Айсұлу жағалауда жалғыз жүрді. Қалтасынан телефонын алып, Қазақстандағы анасына қоңырау шалды. Анашым, қызым, даусың көңілсіз ғой. Бәрі жақсы сияқты, бірақ жүрегім тыныш емес. Күйеуіммен сөйлестің бе? Әлі толық сөйлесе алмадық. Қызым, қандай шешім болса да, өзіңді жоғалтпа. Сенің артында біз бармыз. Айсұлудың көзіне жас келді. Рахмет, анашым. Кешке Роберт пен Айсұлу теңіз жағасында тағы да бірге отырды. Күн баяу батып бара жатты. Айсұлу, иә, мен саған өтірік айттым. Айсұлу үндемеді. Соңғы айларда өзімді жалғыз сезіндім. Сол кезде интернет арқылы басқа елмен сөйлесе бастадым. Айсұлудың жан дүниесі астан-кестен болды. Демек, күдігім рас болған екен. Бірақ не? Мен ешқашан балаларымызды ұмытқан емеспін. Сендерді де. Онда неге үндемедің? Қорықтым. Шындықты айтсам, бәрінен айырылып қалам деп ойладым. Айсұлу орнынан тұрып, жағалаумен баяу жүріп кетті. Роберт соңынан бармады. Ол теңізге қарап жалғыз қалды. Сол сәтте ғана өзінің қаншалықты үлкен қателік жібергенін түсіне бастады. Түнде Айсұлу қонақ үй бөлмесіне оралғанда үстелдің үстінде Роберттің хаты жатты. Айсұлу, мен соңғы жылдары сен емес, өз мәселелермен қашыппын. Оның салдарын сен мен балаларымыз тартындар. Сенен кешірім сұрауға құқығым бар ма білмеймін, бірақ енді өтірік айтқым келмейді. Егер сен ажырасуды шешсең, мен оны қабылдаймын. Егер сөйлесуге мүмкіндік берсең, мен тыңдауға дайынмын. Айсұлу хатты бірнеше рет оқып шықты. Ол әлі шешім қабылдаған жоқ еді. Ертеңіне олар әуежайға бірге барды. Жол бойы үнсіз отырды. Ұшаққа мінер алдында Айсұлу ғана сөйледі. Роберт, иә, бұл сапар біздің өмірімізді өзгертті. Білемін. Бірақ оның қалай аяқталатынын Лондонға оралған соң шешеміз. Роберт басын изеді. Ұшақ аспанға көтерілді. Терезеден көгілдір теңіз алыстап бара жатты. Ал екеуінің алдында ең қиын сынақ күтіп тұр еді. Өйткені кейде шындықты айту бәрін жоғалтудың емес, бәрін қайта бастаудың алғашқы қадамы болатын. Лондон. Ұшақ қонғанымен Роберт пен Айсұлуның арасындағы үнсіздік бұзылған жоқ. Үйге келгенде балалар есіктің алдында күтіп тұр екен. Анашым, әке! Данияр мен Әмина ата-анасын құшақтап алды. Балалардың қуанышты жүзін көргенде Айсұлудың көзіне жас келді. Роберт те үнсіз басын төмен түсірді. Кешкі ас үстінде балалар Вьетнам туралы сұрақтан астын алды. Қандай жер екен? Кеңіс қандай болды? Бізге не әкелдіңдер? Айсұлу күлімсіреуге тырысты. Сендерге сыйлықтар әкелдік. Әмина қуанып, келесі жылы төртеуіміз бірге барамыз ба? Роберт пен Айсұлу бір-біріне қарап қалды. Екеуге жауап бере алмады. Балалар ұйықтаған соң Айсұлу, біз осылай жүре алмаймыз. Білемін. Балалар бәрін сезіп жүр. Иә, не істейміз? Роберт біраз үнсіз отырып, мен бәрін мойындаймын. Нені? Мен соңғы жылдары сені тыңдамадым. Жұмысқа, телефонға, өзінің мәселелеріме беріліп кеттім. Саған да, балаларға да жеткілікті көңіл бөлмедім. Бұл ғана емес қой. Роберт басын изеді. Иә, мен интернет арқылы басқа адаммен сөйлестім, бірақ мен қателігімді түсіндім. Айсұлу терең дем алды. Сен менің сенімімді жоғалттың. Білемін. Ал сенім бір күнде қайта оралмайды. Келесі күні олар отбасылық психологқа барды. Психолог оларды мұқият тыңдап шықты.
Кейде адамдардың некесін бір үлкен жанжал емес, күн сайын жиналған үнсіздік бұзады, деді ол. Сонда кеш емес пе? Деп сұрады Айсұлу. Егер екі адамда шын ниетімен өзгеріс келсе, кеш емес. Ал егер біреу ғана қаласа, онда оны да мойындау керек. Роберт ойланып қалды. Сол күні кешке Данияр әкесінің бөлмесіне кірді. Әке, иә балам, мектепте бізге отбасы туралы эссе жаздырды. Не жаздың? Менің ең үлкен арманым ата-анамның қайтадан бұрынғыдай күлуі деп жаздым. Роберттің жүрегі шымырлап кетті. Сен бақытсызсың ба? Жоқ, бірақ бұрын сен жұмыстан келгенде бәріміз бірге тамақ ішетінбіз. Қазір әркім өз бөлмесінде. Роберт ұлын құшақтап алды. Кешір мені. Келесі күні Әмина анасына суретін көрсетті. Суретте 4 адам қол ұстасып тұр. Бұл кімдер? Біз. Неге бәріміз күліп тұрмыз? Өйткені мен осылай болғанын қалаймын. Айсұлу қызын құшақтап, көз жасын жасыра алмады. Бір апта өтті. Роберт жұмыс уақытын қысқартты. Кешке балалармен бірге кешкі ас ішетін болды. Даниярмен футбол ойнады, Әминамен сурет салды. Бірақ Айсұлу әлі де сақ болатын. Ол күйеуін кешіргісі келгенімен жүрегіндегі жара бірден жазылмайтынын түсінді. Бір кеште Роберт бақшада жалғыз отырды. Қасына Айсұлу келді. Отыруыма бола ма? Әрине, біраз үнсіз отырды. Мен саған бірден бәрін ұмыттым деп айта алмаймын, деді Айсұлу. Мен оны күтпеймін. Бірақ сенің өзгеруге тырысып жүргеніңді көріп жүрмін. Бұл сен үшін емес. Онда кім үшін? Өзім үшін. Және балаларымыз үшін. Айсұлу алғаш рет бірнеше айдан бері шын көңілден жымиды. Демек сен өзгеріп келе жатырсың. Үміттенемін. Аспандағы бұлттардың арасынан күн сәулесі көрінді. Екеуі үнсіз отырып, болашақ туралы ойлады. Бәлкім, кейбір жаралар жазылмайтын шығар. Бірақ шын өкінішпен адал өзгеріс жаңа өмірдің бастамасы болуы мүмкін еді. Арада 6 ай өтті. Лондон қаласына көктем келді. Бақтарда қызғалдақтар гүлдеп, көшелер қайтадан адамға толды. Ал Роберт пен Айсұлудың өмірі де бұрынғыдан өзгеше еді. Роберт уәдесінде тұрды. Жұмысын бұрынғыдай бірінші орынға қоймайтын болды. Күн сайын балаларын мектепке өзі апаратын. Кешке 4-еуі бірге кешкі ас ішетін. Демалыс сайын саябаққа немесе табиғатқа шығатын. Бірақ Айсұлу бәрібір асықпады. Ол күйеуін кешіргенімен сенімнің қайта қалпына келуі үшін уақыт керек екенін жақсы түсінді. Бір күні Роберт Айсұлуды алғаш кездескен саябаққа шақырды. Бірге серуендеп қайтайықшы? Айсұлу келісімін берді. Екеуі үнсіз жүріп келеді. Көктемнің жылы самалы ағаштардың жапырағын тербетіп тұр. Айсұлу, иә, мен сенен бір нәрсе сұрағым келеді. Тыңдап тұрмын. Маған екінші мүмкіндік бересің бе? Айсұлу ұзақ үнсіз қалды. Роберт, адамдар қателеседі. Білемін, бірақ әр адам өз қатесін мойындай алмайды. Мен кеш қалсам да соны түсіндім. Сен мені емес, өзіңді өзгерттің. Иә, сол үшін мен саған тағы бір мүмкіндік бергім келеді. Роберттің көзіне жас келді. Рахмет. Сол күні кешке олар балаларын жақсы көретін мейрамханаға апарды. Әмина мәз болып, бүгін қандай мереке? Айсұлу қызының шашынан сипады. Бүгін біздің отбасымыздың жаңа өмірі басталды. Данияр әкесіне қарап, әке, енді біз бұрынғыдай бірге боламыз ба? Роберт ұлының иығына қолын қойды. Иә балам, бірақ бұл жолы бір-бірімізді тыңдап, құрметтеп өмір сүреміз. Жаз келді. Отбасы бұл жолы Қазақстанға қонаққа барды. Айсұлудың ата-анасы оларды қуана қарсы алды. Нұрлан ата немерелерін құшақтап, қазақша ұмытып кетпепсіңдер ме? Данияр күліп, жоқ ата. Әмина да мәз болып, әже, бауырсақ пісіресіз бе? Гүлмира әже күліп, сендер үшін күнде пісіремін. Роберт осы көрініске қарап тұрды. Ол осыдан 12 жыл бұрын дәл осы үйге алғаш келгенін есіне алды. Сол кезде берген уәдесін де есіне түсірді. Қызыңызды ешқашан ренжітпеймін. Өмір оны сүріндірген еді, бірақ ол енді сол қателігін қайталамауға бел буды. Кешке аулада бәрі бірге шай ішіп отырды. Нұрлан ата Робертке қарап, балам, адам өмірде қателеспей тұрмайды. Бірақ ең бастысы, қателігін түсініп, оны түзете білу. Роберт басын изеді. Сіз дұрыс айтасыз. Ал отбасы дегеніміз бір-бірін жеңу емес, бір-бірін түсіну. Бұл сөз бәрінің жүрегіне жетті. Бірнеше айдан кейін Данияр мектеп бітіру кешінде сөз сөйледі. Мен бүгін ата-анама алғыс айтқым келеді. Олар маған бір маңызды нәрсені үйретті. Мықты отбасы ешқашан ұрыспайтын отбасы емес. Мықты отбасы қиындыққа бірге қарсы тұратын отбасы. Залда отырғандар ұзақ қол соқты. Айсұлу мен Роберт бір-біріне қарап жымиды. Кешке үйге қайтып келе жатқанда Роберт Айсұлудың қолынан ұстады. Есіңде ме? Не? Стамбулдағы алғашқы кездесуіміз. Әрине, сол күні сен маған, егер тағдыр жазса, тағы кездесеміз деген едің. Айсұлу күлімсіреді. Тағдыр бізді тек кездестіріп қана қоймады. Үлкен сынақтан да өткізді. Иә, бірақ біз сол сынақтан өте алдық.
Айсұлу оның қолын қыса түсті. Себебі махаббат тек сезім емес, ол сенім, кешірім және күн сайын жасалатын таңдау. Екеуі үйдің есігін ашып кірді. Іштен балалардың күлкісі естілді. Сол сәтте Роберт үйге емес, жүрегінің тыныштығына қайта оралғанын сезінді. Ал Айсұлу болса, өмірдің ең үлкен жеңісі біреуді өзгерту емес, адамның өзі өзгеруге дайын болған сәт.